Отбасы шағын мемлекет деп бекер айтылмаған. Әдетте жақсылықтың бәрі отбасынан басталады. Отбасы жұртты жақындастырушы, ұрпақ пен ұрпақты табыстырушы, ұрпақаралық тұтастықтың отын жағушы ерекше ұя. Әрбір отбасында сүйіспеншілік пен түсіністік мықты болса, қоғамның діңгегі де берік болады. Ата-анам өмірдегі ең қымбатты адамдарым. Әкем Мамырбаев Нұрболат, анам Пірімқұлова Жанар білім саласының қызметкерлері. Олар менің жақсылыққа, әдептілікке, адамгершілікке тәрбиелейді. Сабақта да, үйде де ұқыпты, тәртіпті, саналы азамат болса екен деп тілейді. Әсіресе түпқазығың отанның, ар-намысың, тілің, кәусар бұлағың ұстазың, қамқоршың әкең, ақылшың анаң деген сөздері көңіліме ерекше орын алады. Ата-ана, бауырларым маған жақсы мен жаманды адамдармен қарым-қатынас жасауды үйретеді. Қасымдағы қорған болар әкешім, әлемдегі ең мейірімді жан анашым. Менің өмірімде өз орнымды табуыма, Абайша айтқандай, дүниенің тетігі болып қалуыма өз үлестерін қосуда. Ата-анам мені әрқашан жақсылыққа, ешкімнің ала-жібін аттамауға, адалдық пен мейірбандылыққа, жанашырлыққа тәрбиелеп қана қоймай, өздері де үлгі жандар. Әкем маған бүгінде бүкіл әлемді қамтыған жаһандық қауіп-қатердің бірі бұл сыбайлас жемқорлық дейді. Ол қалыпты даму мүмкіндігін берместен қоғамға іріткі салатын зиян құбылыс екені үнемі айтады. Бұл кеселмен күресу үшін қоғамдық мәдениет қалыптасуы қажет. Әлемді өзгерткің келсе өзіңнен баса деген қағидаға саяды. Әмір, қалайсың? Есеп шығаруға көмектесіп жүрші. Қазір әпкеге қолат, болшы тезірек. Сабақтан кейін сусынды алып беремін, не болды? Руслан, мен өз еңбегім сусынға айырбастамаймын. Келі одан да есепті қалай шығару керектігін көрсетейін. Олай болса, қазақ халқында ел болам десең бесігіңді түзе деген ұлағатты сөз бар. Атам Мамырбаев Серік бүгінде ауданымыздың құрметті ардагер ұстазы. Осы жылдың қыркүйек айында Түймекент орта мектебінде атамның еткен еңбегі мен төккен тері еленіп, атамның атына қазақ тілі мен әдебиет кабинеті ашылды. Кез келген отбасында ата-ананың міндеті өз балаларын қоғамға пайдалы етіп, өткеніміздің салт-дәстүрлеріне құрмет көрсету рухында тәрбиелеу, бәсекеге қабілетті, білімді, бірнеше тіл білетін және сыбайлас жемқорлыққа бой алдырмайтын болуы керек. Қалайсың балам? Қалайсың аға? Жақсы мама, өздеріңіз қалайсыздар? Аман есен. Балам, не оқып жатсың ба айлысыңды, ағылшын тіліңді? Оқып жүрмін, курстан өтіп. Сабақтарыңды жіберме, балам, папаңның ақылын есінен шығарма. Біз ұятқа қалдырмай жақсылап оқы. Кәні біраз сөз, жақсы біраз сөзді тілің жатығып үйреніп қалдың ба, балам? Қазір уже еркін сөйлейтін болдым. Hey mom, dad, how are you? I'm good. What about family? Dad, I remember your advice and don't worry about me. I'm still learning my English. Look, it's windy today. See you in New Year. Goodbye. Адамның адамшылығы, ақыл, ғылым, жақсы ұстаздан болады деп Данабай айтқандай, отбасының берекесі, ырыс-несібесі, адамның қоғамдағы күнделікті өмірдегі жетістігі, қадір-қасиеті, адам бойындағы адалдық, ізгілік, кісілік белгісі, абыройы отбасында қалыптасып жетіледі. Ал балам, мына қазақ халқында өзінің салт-дәстүрінде табақ тарту деген салты бар. Қойдың, жылқының, ірі қаралардың сүйегін үлкен сыйлы адамдарға беретін болған. Жамбасты өте үлкен сыйлы құдаға, немесе жасы үлкен ауылдағы қария кісілерге, немесе арнайы келген қонаққа асатын болған. Одан кейінгі мына тоқпан жілік. Бұл да сыйлы адамдарға асылатын. Мынау асықты жілік. Осыларды сыйлы үлкен кісілерге беретін болған. Қазақта бұрыннан келе жатқан сөз бар. Жақсының жеті күні жая мен жал деп айтылады. Адалдық адамның ең асыл қасиеті. Әділдік пен адалдықты ту еткен тұлға болу қоғам талабы. Асқар тау әкең болса жанға тірек,
анаң жүрсе қасыңда арқа сүйеп, қайғы кеп қабырғаңа соқтығыста, жанұяң демеу болар үлкен жүрек. Өзім білім алатын Алтын Ордам Саркебір мектеп гимназиясы мен үшін білім мен ақылдың алдағы жетістіктерінің баспалдағы іспеттес. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ата-бабалар аманат еткен ұлан-ғайыр даланы аман сақтау, ең алдымен ең жас буынға артылатын зор үміт дегені жаныма шуақ, бойыма қуат береді.